Саламатсыздарма, құрметті әріптестер. Қазір мен сіздерге ұлттық құндылыққа байланысты осындай бір әдісті көрсетемін. Бұл әдіс арқылы біз оқушылар жаңағы осы жерде садақтарды басады, сосын мына жерден садақ оқ атылып, қай топта екендігін анықтап береді. Енді бұл жерде мысалы қайсы оқушы қайсы топқа баратынын сіздер де білмейсіздер. Өте бір жақсы әдіс, өйткені оқушы да білмейді, сіз де білмейсіз, өзінің қалай қайсы садақ қайсы неге барып қадалады, сосын қандай топ шығатынын білмейді. Өйткені әрқайсысына бөлек өзінің анимациясы мына жерде қойылған. Міне, барлығының анимациясы қойылған. Енді общий звугі бар мына жерде. Оны әрдайым көрсетемін. Алып тастауға да болады, дауысын шығарып қоюға да болады, төмендетуге де болады. Мына жерде тұрады. Енді мен осы ойынды қазір ашып көрсетейін. Мына жерде анимациялар. Енді қазір ашып көрсетемін. Ойынды бастау үшін показ слайдовтан начало деп ашамыз. Ойынымыз осылай басталады. Осындай дауысы бар. Мына жерде садақ. Оқушылар шығады. Мысалы топқа бөлу үшін мына жерде әрқайсысы оқты таңдайды. Мысалы кез келген жерін таңдайды. Таңдаған кезде барып қадалады. Яғни үшінші топ деп шығады. Мынау үшке қадалса үшті білдірмейді. Әртүрлі неге қадалады, сосын өзінің тобын шығарып береді. Үшінші топқа бар жайғасады. Одан кейін келесі бұл екінші топқа барады. Сосын мынау атады. Бұл екінші топқа барады. Екінші топқа барады. Бірінші топқа барады. Үшінші топқа барады. Бірінші топ. Үшінші топ. Міне осылай барлығы істейді. Барлығында оқтар осылай қадалып қалады. Енді мына жерде 5-5-тен 20 оқушыға арналған, 20 оқушыны топқа бөлу үшін. Сонда оқушылар саны жаңа 6-7 оқушыдан әр топқа болады. Соған ыңғайластырып жасалған. Осындай топқа бөлу әдісі ұлттық құндылыққа байланысты. Егер ұнаған болса, осы ойынды алып пайдаланыңыздар. Назарларыңызға рахмет.